Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін әдебиеттік оқу 2 сынып 66 сабақ. Сабақтың тақырыбы бізде ертегілер әлемі. Балалар бүгін тапсырмалардың барлығын орындайтын боламыз. Ендеше бізге берілген тапсырма: ертегіні рөлге бөліп оқисың, қимыл қозғалыстарды орында қолданасың делінген. Бірінші тапсырма: сызбаға қарап ертегі туралы айт. Ертегі ауыз әдебиетінің негізгі түрі. Ертегі ғажайыпқа толы оқиғалардан тұрады. Ертегі кейіпкерлерінің жақсы іс-әрекеттерінен үлгі аламыз. Екінші тапсырма: ертегіні рөлге бөліп түсініп оқыңдар. Құмырсқа және бидай дәні ертегісі. Егінді түгел жинап алғаннан кейін бидайдың жалғыз дәні жерде қалып қойған еді. Қыс түспей тұрып, өзіне топырақ астынан пана іздеуді ойлайды. Осы кезде қасынан өтіп бара жатқан құмырсқа байдың дәнін көруде қуанғаннан ол олжасын иілуіне қарамай домалатып алға жөнеледі. Қабырғасы қайысып, көп азапқа түскен құмырсқаға бидай дәні: «Ей, құмырсқа, сен бұлай бейнетке бата бермесең қайтеді? Мені таста да кете бер», дейді. «Мен сені тастап кетсем, қыста азықсыз қаламын ғой. Біз көппіз, осылай әрқайсымыз бір-бірден дән апарсақ, қысқа көп азық жинап аламыз». Сөйтіп құмырсқа илеуі қазынаға толады. Сонда бидай дәні аз ойланып тұрып былай дейді: «Ей, еңбекқор құмырсқа, менің сөзімді тыңдашы өзің». Құмырсқа арасындағы ауыр дәнді жерге түсіріп, дәннің сөзін тыңдап демалып отырды. Дән айтты: «Кел, құмырсқа, екеуміз шарт жасасайық. Менің бойымда ғажайып жазамбас ұлы күш бар. Менің игі мақсатым өз бойымнан жаңа дән шығару. Ондан да көп дән. Кел, сол үшін шарт жасасайық». «Қандай шарт?» деп құмырсқа таңдана қарады. «Ал тыңда, олай болса. Егер мені илеуіңе апармай далаға қалдырып кетсең, келесі жылы менен бір дәннің орнына 100 дән аласың». Бұл сөзге таңданған құмырсқа басын шайқайды. «Еңбекқор құмырсқа, менің адал да ақ сөзіме сен. Егер мені тастап кетсең, келесі жылы 100 дән болып тұрамын». Құмырсқа илеуі дәнге толады. Құмырсқа желкесін қасып ойланып қалды. Бір дәннің орнына 100 дән. Осындай ғажап болады екен-ау. «Қалай сен 100 дән бола аласың?» деді құмырсқа әлі сеніңкіремей. «Құмырсқа, бұл өмір құпиясы. Мені топырақ астына жасырып кет. Келесі жылы қайта орал. Мен 100 дән болып өсіп тұрамын». Құмырсқа жыл өткізіп қайта келсе, бидай дәні берген сертінде тұрған екен. Ал балалар, осылайша біздің ертегімізде аяқталды. Келесі 3-ші тапсырма: біліп ал. Леонардо да Винчи жан-жақты адам болған. Тарихта ата суретші ретінде қалғанымен әрі ғалым, әрі жазушы. Ал балалар, біздің келесі 4-ші тапсырма: берілген іс-әрекетті қимылмен көрсетіңдер. Қай кейіпкерлерге қатысты екенін айтыңдар. Домалатып ала жөнелді, қабырғасы қайысып, басын шайқады, демалып отырды, таңдана қарады, желкесін қасып ойланып қалды. Ал балалар, жауабы: бұл іс-әрекет құмырсқаға қатысты айтылған екен. Балалар? Ал балалар, біздің соңғы 5-ші, 6-ші тапсырма. 5-ші тапсырма: осы ертегінің қай топқа жататынын түсіндір. Бұл ертегі қиял ғажайып ертегілер болып аталады. Балалар? Енді 6-ші тапсырма талқылайық. 1. Құмырсқа дұрыс шешім қабылдады ма? Құмырсқа дұрыс шешім қабылдады. 2. Бидайдың пікірімен келісесің бе? Бидайдың пікірімен келісеміз. Балалар? Балалар, біздің сабақ осымен аяқталды. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда математика және де қазақ тілі, қазақ әдебиеттану сабақтарының барлық жауаптарын сіздер үшін салып қойған болатынмын. Балалар, менің каналыма лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Подписка кнопкасын басып қойсаңыздар, менің әр салған сабақтың жауаптары сіздерге алғашқы болып көрінетін болады. Балалар, ал балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Балалар.